Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңдер. Бүгін сіздермен бірге диеталық бургер жасаймыз. Бұл бургердің құрамында ешқандай нан жоқ. Сол үшін оны тұтынған кезде артық салмақ қосып аламын деп алаңдамайсыз. Құрамында нан жоқ болса да өте дәмді. Видеоны көрмес бұрын каналға жазылып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыз. Ең алдымен тауықтың етін дайындап аламыз. Оны дәмдендіру үшін тұз бен қара бұрыш ұнтағын қосып араластырамыз. Капустаны жұмсарту үшін ыстық суға салып қайнатып аламыз. Тауық етін пісіру үшін зәйтүн майын пайдаланамыз. Себебі зәйтүн майы артық салмақ қостырмайды. Тауық еті ағарғанша пісіреміз. Асты пісті, енді үстіне аударамыз. Тауық етін пісіріп алдық. Енді ешқандай майсыз жұмыртқаны пісіреміз. Барлық керекті затты дайындап алдық. Бургердің астына салафан төсейміз. Ең алдымен капустаны жайып аламыз. Оның үстіне заттарды біртіндеп тізіп шығамыз. Сосын үстіне аздап кетчуп тамызамыз. Капустамен үстін қаптаймыз. Астына төсеген салафанмен қатты етіп ораймыз. Енді ортасын кесіп көрейік. Ішінде әдеттегі бургерге қосатын барлық заттар бар. Әрі капустадан жасалған бургер адамға артық салмақ қоспайды. Денсаулыққа да өте пайдалы. Видео ұнаса лайк басып комментария қалдырыңыздар.